Бір тамшы жаңбырдың құдіреті, немесе табиғат құпиясы. Адам табиғаттың көзге көрінбейтін және білінбейтін, сезілмейтін, сезбейтін бір бөлігі. Адамдар табиғатты өзгерттік, бағындырдық дейді. Ол тым кішкентай табиғат бөлшегі. Ал табиғат жаратылыс дегеніміз шексіз, шетсіз жаратылыс, ұлы құдірет. Тек бір Алланың игілігіндегі құпиялы тіршілік. Адам табиғатқа тікелей тәуелді. Адам жер бетіндегі тіршілік атаулының ең ақылдысы, жер бетіндегі тіршілікті өзіне бағындырған да адам. Кейбір көзге көрінбейтін, қолымен ұстап ала алмайтын құдіретті күштің де иесі адам. Сол күшті ойлап тапқан, жасаған да адам. Ол күштер түрлі салада өндірісте жұмыс атқарады. Мыс атомның түрлі дәрежедегі саласы, электрлік жүйелер, электроника, химиядағы жетістіктер, физика саласындағы дамулар, биохимиялық, органикалық табыстар тағы да басқа. Бұның бәрі де адамның ақыл ойының жетістіктері. Осыншалықты ақылды адам табиғаттың бір тамшы жаңбырына тәуелді екенін жұмыр басты пенделер білмесе керек. Білетіндер бұрынғы заманда да сирек екен. Білгендер елге жариялауға, айтуға сескеніп, секемденіп құпия түрде жұмған аузын ашпаған. Дәл қазіргі заманда ондай жұлдызшы кісілер мүлдем жоқ. Маған да бұл оқиға 20 жыл алдын құймағұлақ, көкірек көзі ояу қариядан жеткен еді. Біраз жыл алдын Жетісай қаласында Амантай базарының егесін, әйелін 18-19 жастағы ұлын бір түнде қан жосайтып өлтіріп кеткен. Әйелінің аяғы ауыр екен. Әйелдің ішіндегі баланы қосқанда 4 адамды бір шаңырақтың отын өшірген. Пенде кім екені белгісіз біреу. Қаралы үйдегі оқиға бүкіл елді шарлап кеткен еді. Бірде ағайындардың бірінің үйінде құдайы тамақта болдық. Тамақ үстінде әлі де елдің қайғысына айналған Амантайдың отбасының қанды оқиғасы айтылып жатты. Көнегөз Құймағұлақ әже де сол жерде отырған болатын. Сол қария былай деген еді: бұндай қанды оқиғаны құдайдың қарғысына ұшыраған екі аяқты хайуандар жасайды деген болатын. Сол қария үлкен әжесінен естіген әңгімесін бізге баяндаған еді. Бұрынғы кезде кісі өлтіру өте аз кездескен. Қазақтың бауырмалдық, меймандостық пейілінің қаймағы бұзылмаған кез екен. Сыр жағалап, тоғай паналап, ауыл болып рулас ағайындар мал өсіріп, егін егіп, мамыражай мал өсіріп отырған кез екен. Малдары да, өздерінің бастары да өсіп өніп отырған елден бір қаныпезер жігіт шығыпты. Сол қаныпезер жігіттің үлкен атасы болған екен. Әлгі ата жылдызшы екен. Жыл 12 айда ауа райының қандай болатынын болжап, малдың күйін, егіннің жағдайын ескертіп отыратын көрікпел дана қария екен. Аспан әлемін барлап, алдағы күннің пайдасы мен залалын ескертіп отырады екен. Шөбересі дүниеге келгенде жылдызшата шапанын бүркеніп, киіз үйдің іргесіне қарап жатып алады. Шөбересі дүниеге келгенде де орнынан тұрмай жатып алған шалдың қылығын түсінбеген туыстар, өз перзенттері шал қартайды, ауырып жатқан болар десіп, көңілін сұрап келгіштеп кетеді. Жылдызшы шалдың жатып қалған ел жұрт естеді. Жылдызшының рулас ағасы елге белгілі емші екен. Шалдың әбден қартайған үйінен ұзап шықпай қалған кез екен. Әнісінің іргеге қарап нәр татпай жатып қалған естіп, балдарына арбаға ат жектіріп, өзінің дәрі-дәрмектерін, емдік шөптерін дорба етіп арбаға салдырады. Сыр жағалап, тоғай паналап отырған ауылдың емшісі тәубі жылдызшы інісінің ауылына таң қараңғылығында жолға шығады. Ат арбаға киіз, оның үстіне көрпеше жастық салдырып, өзінің ұлдарының біріне ат айдатып қара жолда келе жатып ойға кетеді. Осыдан 2 ай алдын бір жиында 2 шал кездесіп, қал жағдай сұрасқанда, шөберем дүниеге келеді, келіннің аяғы ауырлаған кезең көңілге тұрмайтын кезең еді деген еді. Оны қалай білдің дегенде, келіннің жерікті кезеңінде жұлдызды есептегем деп айтқан сөзі есіне түсіп, ойланып, шөбересі туылғанда текке ауырмағанын жылдызшы шалдың есебінен аңғарып келеді. Жылдызшы атаның ауылына тәуіп, емші ата күн бата жетеді. Ел малын жайлап, кешкі астарына отыра бергенде қосат жеккен арба ауылдың иттерін шуылдатып, жылдызшы атаның үйіне тоқтайды.
Емші атаны арбадан өзінің ұлы көтеріп алып жерге аяғынан тіке тұрғызады. Белі бүкшейіп әбден қартайған ата таяғына сүйеніп үйге қарай аяңдайды. Неше күннен бері ірге қарап нәр татпай жатқан Жұлдызшы ата арбаның дөңгелегінің сықырын естіп өзінен үлкен кәрі емші ағасының келгенін білетіндей басын көтеріп төсегінің үстінде отырып киіне бастайды. Иттер шуылдап, арба сықырлап, үй іргесіне жақындай бергенде үйде тамақ ішуге отырған Жұлдызшы атаның үлкен кішісі сыртқа шығып қонақты күтіп тұрған. Есік алдында тұрғандар кәрі емші атаны ішке оздырды. Киімін киіп үлгермеген Жұлдызшы ата төсегінен жер тіреп зорға тұрады. Емші ата табалдырыққа кебісін шешіп екеуі бір-біріне қарсы жүріп төс қағыстырып амандасып жатады. Емші ата жайғасып отырған соң: «Әй, шырағым, сені ауруды естіп келгенем. Сен ауру емессің, қатты күйзеліске ұшырап жатып қалғаннан саумысың. Бұлай күйзелуге болмайды. Мен бәрін біліп сезіп қиналсам да, бауырым өкші басар әнім болған соң жаным шыдамады. Сен менен соң ана дүниеге аттануым керек. Сен менің әлі күнге ізбасар шәкірдіміз жоқтың қасы. Осы елге ауруын емдейтін мен сияқты емші, сен сияқты ауа райының халыққа тиер пайдасы мен залалын ескертіп отыратын Жұлдызшы қажет. Бұлай нәрсізбай жатқаның не? Аллаға қарсы шыққаның ба? Адамның дегені емес, Алланың дегені болады» деген. Топталып тұрған үлкен кіші екі сәуегей абыздардың сөзіне түсінбей аң-таң қалады. Емші ата төрге отырып жайғасады, Жұлдызшы ата өз төсегіне барып отырады. Төрге жайғасып емші ата алақанын жайып Алладан елге тыныштық, татулық, бірлік, береке, байлық, денсаулық тілеп бата жасайды. Шөбереңнің бауы берік болсын демейді. Ауылдың иттері жарысы үріп, кейбіреу ат арбаны айнала шауып Жұлдызшы атаның үйіне дейін келгенін біліп, ауыл адамдар бірінен соң бірі аяңдап сәлемдесіп келе бастаған еді. Отырған үлкен кішілер емші шал мен Жұлдызшы шалдың қабақтары түнеріп түтігіп отырған түрлеріне, сөздеріне, ашылмай отырған қабақтарына қарап иықтарын ауырлық басып тұрғандай, бастарын бұғып төмен қарап үнсіз сүт пісірім отырады. Әдетте сыр жағалап тоғай тоналап отырған рулас ауылдар бір-біріне ұл бала дүниеге келгенде ауылдың жігітінің бірін атқа мінгізіп, ауылдан тіпті құмда құдықтарда отырған ағайындардан да сүйінші пәленшенің келіннің маңдайы кереғар солды дүниеге әкелді деп қуанышты хабарды лезде атпен шауып барып жеткізетін. Жағымды жаңалықпен шабарман жігіттер әлде қашан ел құлағын елең еткізетін еді. Жұлдызшы шалдың шөбересі дүниеге келгелі 2 жұманың жүзі болды. Шабарман жігіттер сүйінші сұрамады. Мына емші шал Жұлдызшы атаға шөберен құтты болсын демеді ғой десіп, бір-біріне кемпірлер қозғалақтап амдасып отырды. Шалдар мен кемпірлер елдің қадірлісі, қасиеттісі, құрметтісі емші ата мен Жұлдызшы атаның қолын алуға келген. Екі шалдың келіспей отырған түрінен қаймығып, үй тола ер кісі, әйел кісілер үнсіз отырудан жалықты ма, орындарынан қозғалақтап үйіп қалған аяқтарын жазғылар келді ме, орыннан біреулеп тұрып ақырын ғана сыртқа шыға бастады. Үйде Жұлдызшы шал, оның ұлы мен әйелі қалды. Емші шал өзімен келгендерді ат арбаларыңды реттеңдер деп сыртқа шығарып жібереді. Іргеге сүйеніп шаршап отырған Жұлдызшы інісіне: «Шөбереңе Алла өзі жары болсын. Мүмкін сен ойлағандай емес шығар. Көтер басыңды. Құдайдың құдіреті кең. Жаман ойдан аулақ бол, есіңді жиғын. Ел естпесін бұл әңгімемізді. Жамандарымды бастама. Күйзеліп, күйреп кететіндей дәрежеге жеткен жоқсыңдар. Бір Алла өзіңе оңғар ісімізді деді, отыра бер» дейді сұңғыла данышпан дала емшісі. Жұлдызшы ата да кеудесін тіктеп жастығын арқасына нығыздап қойып, күрсініп алып: «Мен емес мұндай тірлікке болжам жасап отырған. Ежелден белгілі нәрсе. Сіз осыны біле тұра жұбатып отырғаныңызды біліп отырмын. Бетке шіркеу, ата-бабама нәлет айтылады, сүйекке таңба. Әулетіме түп тамырымен қарғыс айтылады. Менің ұрпақтарым жер бетінде қалай жүреді? Мен ғой жасарымды жасадым, асарымды асадым» деп күрсінеді. Емші ата тоқтау айтып болды. Енді бәрінде уақыт көрсетеді, уақыт емші өзі емдеп жазады дейді. Жұлдызшы шалдың ұлы әкесінің жұмбақ ойы өзінің немересі туралы екенін біліп, әкесіне бір, емші шалға бір қарап:
Осы сіздер кім жөнінде күйзеле күңіреніп отырсыздар дейді. Сонда Жұлдызша әкесі: бұл әңгімені құпия ұстау керек. Адамзат табиғаттың кішкентай бір бөлігі. Халық біле бермейтін, Алланың әмірімен болатын табиғат құбылысының құдіреті еді. Әңгіменің төркіні сенің немерең, менің шөберем туралы. Ол әңгіме былай: жазғы 40 күн шілденің ішінде жер бетіне 12 күнде бір тамшы жаңбыр жаумайтын күн болады. Жерге бір тамшы жаңбыр жаумайтын күндер әр жыл емес, 5-7 немесе 9 жылда, 40 жылда қайталап келуі мүмкін. Жер бетіне бір тамшы түспейтін жұлдыздардың өзгеруінен, ауа райының құбылуынан мәлім. Сол бір тамшы жаңбыр жерге түспеген 12 күннің бірінде пайда болған ұл бала қанғұмар, баскесер, өте зұлым болады. Ал қыз перзент өте алаяқ, суайт, апылас, сұйық жолдың жезөкшесі болады екен. Мұндай оқиға біз қартайғанша бұл өлкеде болмаған еді. Сондықтан сендерге айтылмаған еді. Жұлдызша да жаңылмапты. Шөбіресі бала жасынан өжет, төбелеске құмар, бір бет өте өзімшіл, айтқан орындатпай қоймайтын болып өседі. Өсігілі адам тонайтын қарақшы болады. Қарсыласқан адамды қой сияқты бауыздап өз ісіне өзі риза болып, біраз жыл қарақшылармен елден жырақ жүреді. Кейіннен өзінен күші басым жас қарақшымен шатасып қалады. Жас қарақшының көзін жоймақшы болады. Ол ойын бұрыннан жолдас болып жүрген жолдасының біріне айтады. Сырын айтқан досы бұның ойын жас қарақшыға жеткізеді. Ол бұның құрған жоспарын өзіне жасап, басын кесіп алып, ат дорбаға салып, дорбаны қоржынға салып, аттың егеріне байлап, Жұлдызша шалдың ауылына қараңғы түнде атты айдап жібереді. Ауылдың иті де үрмейді, иттер де ауылдың малын таниды. Таңертең ауыл адамдары үстінде қоржыны бар аттың жүргенін көреді. Бір рудан тараған ел қарақшы туыстарын арқа сүйеп, ешкімге бағынбай, асып-тасып тұрған кездер екен. Сенген мықтыларының басы домаланып, аттың дорбасына салынып келген соң, көз көргендерден Жұлдызша атаның шөбересі дүниеге келгендегі күйзелісін жарғалып айтады. Жетісай қаласындағы Амантай базарының егесін бала шағасымен қан жосетіп өлтіргендерді жаздың 40 күн шілдесінде жер бетіне 12 күнде бір тамшы жаңбыр жаумаған кезде пайда болған жауыз, қанғор пенденің бірі ғой деді. Көнегіз құймағұлаға жей бір тамшы жаңбырдың құдіреті кереметі, әлі де бір құпия табиғат тылсымы дерсің. Адам мен табиғат көзге көрінбейтін байланыста. Бұл құпия бір Алланың өзіне ғана аян тылсым, құпиялы құбылыс. Ұлжан Дәуренбекова. Оқыған Қуат Ахметжан.